Даладағы кетіп баратқан, жорғалап баратқан құмырсқа сізден қауіп сезбеу керек, сол дәрежеге жету керексіз. Қаншама нәрсе бар бір қолыңызды езіп, нең бар ода? Мәселе қорыққан кезде басқа. Үйіңізге бір жылан кіріп кетіп, қорқып, сіздің өміріңіз өзіне жаңағы алдыңғы қатарға шығарды. Анау далада кетіп баратқан жыланды қуалап өлтіргеніне. Бүкіл нәрсе амандық сезу керек сізден. Білімнің иісі солай шығады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, білім жолында шыққан адамның періштелер қанатын түсіреді дейді. Қарапайымдылық танытып та, мәртебесін мойындап, білімді енді алуға шығып баратқан адам өзі солай істейді, өзіңіз ойлаңыз. Неге? Өйткені осы нәрселерді үйренуге шығып баратыр деп ойлайды. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Тіпті анау теңіздегі балыққа дейін дейді, сізді танымайды ол. Бірақ Алла тағала солай салып қойған оған. Кешірім сұра сондай адамдарға.